Hi everyone, welcome to Easy English Lesson. In this lesson, I am going to show you how to form and when to use the present perfect continuous. Please, before watching video, subscribe to my channel. Сәлем баршаңызға, каналымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта present perfect continuous жағының қай кезде қалай дұрыс қолданатындығы туралы танысатын боламыз. Сабақты толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын, және де каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Okay, we use the present perfect continuous for activities that started in the past but have continued in the present. For example, I have been traveling for a few months. It means that I started traveling a few months ago and I am still traveling. Яғни present perfect continuous шағын сөйлеу кезінен бұрын басталып, сөйлеу кезінде де жалғасын тауып жатқан іс-әрекетті айтқан кезде қолданылады. Мысал үшін, I have been traveling for a few months. Мен бірнеше ай бойы саяхат жасап жүрмін. Яғни бірнеше ай бұрын мен саяхат жасап бастадым, әлі де саяхат жасап жүрмін деген мағынада. We have been waiting here for 2 hours. Біз бұл жерде 2 сағат бойы күтіп отырмыз. Яғни 2 сағат бұрын іс-әрекет басталды, әлі де жалғасын тауып жатыр. Тағы да бір мысалға келетін болсақ, She has been preparing for her exam since morning. Ол таңертеңнен бері емтиханына дайындалып жатыр. Structure of present perfect continuous. Ал енді жасалу формуласына келетін болсақ, subject plus have been or has been, verb plus ing. Subject бастауыш, бастауыштан кейін have немесе has been көмекші етістіктері қолданылады, және де етістік, ал етістікке ing жалғауын жалғап сөйлем құрай аламыз. Мысал үшін, I have been reading this book for 3 hours. Мен бұл кітапты 3 сағат бойы оқып отырмын. Бұл жерде I subject, яғни бастауыш, have been көмекші етістік, reading етістік, негізгі етістік read, біз оған ing жалғауын жалғап, continuous жағына қойып отырмыз. She has been listening to music since morning. Ол таңертеңнен бері музыка тыңдап отыр. Яғни бұл жерде she subject, has been көмекші етістік, listening негізгі етістік listen, оған ing жалғауын жалғап, осы present perfect continuous жағына қойып отырмыз. Енді have been және де has been көмекші етістіктерінің айырмашылығы, have-ті біз бірінші және де екінші жақ зат есімдерінен кейін, яғни I, we, you, they зат есімдерінен кейін қолдансақ, has-ді үшінші жақ зат есімдері, яғни he, she, it зат есімдерінен кейін қолданамыз. Тағы да бір мысалға келетін болсақ, It has been raining for 2 hours. It means that it was raining now and it began to rain 2 hours ago and it is still raining. Яғни қазір жаңбыр жауып тұр. 2 сағат бұрын жаңбыр жауып бастады, және де әлі жаңбыр жауып тұр. Яғни it has been raining for 2 hours. 2 сағат бойы жаңбыр жауып тұр. Іс-әрекеттің бұрын басталып, әлі де жалғасып жатқанын айтатын кезде, біз осы present perfect continuous жағындағы формуламен сөйлем құрай аламыз. Енді болымсыз және де сұраулы сөйлем жасалу формуласына келетін болсақ, болымсыз сөйлем жасаған кезде біз have және де has көмекші етістігінен кейін жай ғана not сөзін қоямыз. For example, she has not been cooking. They have not been playing. Ал енді сұраулы сөйлем жасаған кезде have және де has көмекші етістігін бастауыштың алдына шығарамыз. For example, have you been cooking for 2 hours? Сен 2 сағат бойы тамақ пісіріп жатырсың ба? Немесе Has she been playing since morning? Ол таңертеңнен бері ойнап жатыр ма? Has the baby been crying since he got up? Сәби оянғаннан бері жылап жатыр ма? Яғни алдын ала басталған іс-әрекет әлі де жалғасып жатқанын айтқан кезде осы present perfect continuous жағында жасай аламыз. Ал енді present perfect continuous жағын біз көбінше how long, for және де since мезгіл үстеулері арқылы жасаймыз. For example, How long have you been studying English? Сен ағылшын тілін қанша уақыттан бері үйреніп жатырсың? I have been studying English for 6 months. Мен 6 ай бойы ағылшын тілін үйреніп келе жатырмын. They have been
talking for the last hour. Олар соңғы 1 сағат бойы әңгімелесіп отыр. Және де осы for және де since мезгіл үстеулеріне байланысты толық түсіндірілген видео сабақ осы YouTube каналда бар. Мен астына ссылка тастап кетемін. Сол ссылкамен кіріп толық көріп шығуларыңызға болады. Difference between present perfect and the present perfect continuous. For example, Anna's clothes are covered in paint. She has been painting the wall. Has been painting is the present perfect continuous. The wall was white, now it's blue. Tom has painted the wall. Has painted is the present perfect. Ал енді present perfect және present perfect continuous шақтарының бір-бірінен айырмашылығына келетін болсақ, present perfect continuous шағын бұрын басталған, әлі аяқталмаған іс-әрекеттерді, яғни болашақта да жалғасын тауып жатқан іс-әрекеттерді айтқан кезде қолданамыз. Ал present perfect шағын бұрын басталып, қазір ғана аяқталып, бітіп қойған іс-әрекетті айтқанда қолданамыз. Ал бұл іс-әрекеттің қашан басталғаны маңызды емес, оның нәтижесі маңызды present perfect шағында. Мысал үшін, Anna's clothes are covered in paint. She has been painting the wall. Аннаның киімдері боялған, ол қабырғаны бояп жатыр. Яғни бұл жалғасын тауып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Ал енді қабырға ақ болған, қазір ол көк түстес. Tom has painted the wall. Том қабырғаны бояды. Яғни қабырға боялған, Том оны бітірген. Бұл бізде present perfect шағы. Яғни іс-әрекеттің қашан басталып, қашан аяқталғаны маңызды емес, оның нәтижесі маңызды. Окей, тағы да бір мысалға келетін болсақ, Tom's hands are very dirty because he has been repairing the car. Томның қолдары өте лас, себебі ол көлік жөндеп отыр. Яғни алдын ала басталған іс-әрекетті әлі де жалғастырып отыр. The car is going again now because Tom has repaired it. Көлік қайтадан жүре бастады, себебі Том оны жөндеп қойды. Бұл бізде present perfect шағы, яғни бітіп қойған іс-әрекет. Окей, ал енді осы екі шаққа бір-екі мысал келтіретін болсақ, Anna has been writing letters all day. Анна күні бойы хат жазып отыр. Anna has written 10 letters today. Анна бүгіндікке 10 хат жазды. How long have you been reading that book? Сен мұна кітапты қанша уақыттан бері оқып жатырсың? How many pages of that book have you read? Сен мұна кітаптың қанша бетін оқып? Окей, енді осы екі шақтың жасалу формасына келетін болсақ, present perfect шағы subject plus have plus past participle, ал present perfect continuous шағы subject plus have been plus verb plus ing. Яғни present perfect шағында бастауыштан кейін have-тан соң past participle, яғни етістіктің үшінші формасы қолданылады. Яғни ол дегеніміз irregular болса, етістікті үшінші формаға қоямыз, ал егерде regular verbs болса, оған ed жалғауын жалғаймыз. Осы regular және irregular verbsке де байланысты толық түсіндірілген сабақ осы YouTube каналда бар. Мен астына ссылка тастап кетемін. Ал енді осы present perfect және present perfect continuous шағына байланысты live және work етістіктерінің жасалу жолына келетін болсақ, осы live және work етістіктерін біз осы екі шақта да қолдана береміз. Яғни live өмір сүру, work жұмыс жасау. For example, I have lived in London since 2018. I have been living in London since 2018. Мен Лондонда 2018 жылдан бері тұрып келе жатырмын деген сөзді біз present perfect және present perfect continuous шағында да қолдана береміз. She has worked at that company for 2 years. She has been working at that company for 2 years. Ол бұл компанияда 2 жыл бойы жұмыс жасап жатыр. Present perfect және present perfect continuous шағында да қолданыла береді. Яғни live және work етістігін біз екі шақта да қолдана береміз. Ол бізде қатеге саналмайды. So, my dears, thank you for watching video and don't forget to subscribe my channel and write comments below. Bye bye. See you soon.